Талай күндер өтер. Әйтеуір бір кезде менің дұрыс жасағаныма көзің жетеді. Өзің білесің, мен еш уақытта соғысқа қатысып батыр атанайын деп арман еткен жоқпын. Бар арманым мұғалім болу. Қағаз қалам орнына қолыма қару алып, соғысқа аттануға тура келді. Балаларға бір минутта болсын сабақ бере алмай кетті. Бір сағаттан кейін отан тапсырмасын орындауға аттанады. Менің тірі оралуым неғай болды не? Мен ол жаққа шабуыл кезінде көп адамның өмірін сақтап қалу үшін, халық үшін, жеңіс үшін, адамдық тамаша қасиет үшін барам, апа. Апа, бұл менің ең соңғы хатым, ең соңғы сөзім болуы мүмкін. Сенің аналық махаббатыңды есіме алған сайын, өзімнің перзенттік парызымды өтей алмағанымды сезінемін. Сенің көңіліңе қасірет отын тастағаным үшін кешір, апа. Апа, бізді өмір мектебі солай үйретті. Өзің де жылама, ешкім де жыламасын. Кешіре көр. Бақыл бол, апа. Бақыл бол, армандай болған Алатауым. Жүрек тілегім сендермен туған жер. Өзіңнің ұлың, лейтенант, мұғалім, Майсалбек Субанқұлов. Жыламаңдар. Жыламаңдар ешқайсы. Міне мен тұрмын ғой жыламай. Мен бүгін ұлымның соңғы тілегін орындағалы тұрмын. Ұлым маған анашым жылама депті.